Назар аударыңыз. Бұл отбасылық шиеленістер арнасының авторлық әңгімесі. Оқиға көркем шығарма ретінде жазылған. Кейіпкерлер мен оқиғалар ойдан құрастырылған. Бейнені немесе мәтінді авторның рұқсатынсыз толықтай көшіруге, қайта жүктеуге және өз атыңыздан жарияламауыңызды сұраймын. Авторлық еңбекті құрметтегеніңіз үшін рахмет. 58 жасқа келгенімде өмірімнің ең тыныш кезеңі басталды деп ойлағанмын. Күйеуімнен айырылғаныма 7 жыл болды. Балаларым ержетіп, әр қайсысы өз отбасымен қалаға қоныс аударған. Ал мен туған ауылымдағы ескі үйде жалғыз тұратынмын. Таңертең бақшама су құямын. Түсте тауықтарыма жем беремін. Кешке есік алдындағы орындыққа отырып шай ішемін. Күндер бір-біріне ұқсап өте беретін. Ауылдың тыныштығы кейде адамды жұбатады, кейде жалғыздығынды қатты сездіреді. Сол күні де бәрі әдеттегідей басталған. Түске таяу телефон шырылдады. Экранда бірден таныс есім шықты. Ермек Жезде. Қарындасым Күләштің күйеуі. Телефонды көтерген бойда: «Ассалаумағалейкум жеңгей, қалайсыз?» деді. «Уағалейкум ассалам. Шүкір аманмын. Өздерің қалайсыңдар?» «Жақсы. Сізге бір өтінішім бар еді». Дауысы әдеттегіден бәсең естілді. «Айта ғой. Бір сағатқа ғана үйге келіп кетіңізші. Мен аң-таң болып қалдым». «Не болды?» «Телефонмен айта алмаймын». «Күләш қайда?» «Қалаға кеткен. Кешке келеді». Жүрегім әлденені сезгендей болды. Ол жоқ кезде мен неге барам? «Жеңгей, өтінемін, бір сағатқа ғана». «Жоқ, дұрыс болмайды». Ол біраз үнсіз қалды. Сосын: «Сізден басқа ешкімге айта алмаймын. Өте маңызды мәселе», деді. Даусында бұрын естімеген бір ауырлық бар еді. Телефонды қойған соң ұзақ ойланып отырдым. Барсам ба, бармасам ба? Жезде дегенмен туыс. Осы уақытқа дейін бір ретте артық сөз айтпаған адам. 58 жасқа келгенше ешкімнің алдында бетіме кір жұқтырмай өмір сүрдім. Бір сағатқа барып, қайтып келем деп өзімді жұбаттым. Түстен кейін көрші Гүлнар апайға: «Қарындасымның үйіне барып келем» деп шығып кеттім. Жол бойы көңілім тыныш болмады. Не болды екен? Неге дәл мені шақырды? Неге телефонмен айтпады? Осы сұрақтар мазамды алды. Ермектердің үйіне жеткенімде қақпа ашық тұр екен. Есікті қағып едім, өзі шықты. «Келдіңіз бе? Рахмет». Бет әлпеті жүдеп кеткен. «Не болды өзі?» «Үйге кіріңіз». Ішке кірдім. Ас бөлмедегі үстелдің үстінде ескі папкамен бірнеше сарғайған құжат жатыр. «Мынау не?» «Аздап күте тұрыңыз, бәрін түсіндіремін». Ол шәйнекті қойып, шай құя бастады. Мен болсам ішімнен, мына құжат үшін мені шақырды ма деп ойладым. Дәл сол сәтте сырттан көлік тоқтаған дыбыс шықты. Екеуміз бірдей терезеге қарадық. Ауылдағы ең сөзшең әйелдердің бірі Бәтима екен. Ол қақпа алдында бір сәт аялдап, үйдің терезесіне көз тастады. Біздің екеумізді қатар отырған күйде анық көрді. Жүзіндегі таңданыс бірден өзгеріп сала берді. Ештеңе деместен бұрылып кетіп қалды. Менің жүрегім зу ете қалды. «Ермек, біттік». «Неге?» «Ол бізді көріп кетті». Ермек те терезеге қарады. Бірден өңі бозарып кетті. Енді ауылдың бәрі естиді. Мен орнымнан тұрып кеттім. «Мен кетем». «Жоқ, тоқтаңыз. Әлі негізгі әңгімені айтқан жоқпын». «Кейін айтасың. Қазір бұл үйде қалсам, ертең бүкіл ауыл басқа әңгіме айтады». Сөмкемді алып сыртқа асап шықтым. Көшемен келе жатқанда қарсы алдымнан екі әйел шықты. Екеуі де маған біртүрлі қарап қалды. Ішім мұздап кетті. Бәтима үлгерді. Үйге жеткеніме жарты сағат болмай, телефоным қайта шырылдады. Қызым Айнұр екен. Телефонды көтерген бойда оның дірілдеген ашулы дауысы естілді. «Анашым, ауылда не болып жатыр?» Жүрегім бірден шым ете қалды. «Не болды?» «Сіз бүгін Ермек Жезденің үйінде болғаныңыз рас па?» Мен жауап беруге үлгермедім. Қызымның келесі сөзі жанымда тіліп өтті. «Анашым, ел айтып жатқан әңгіме рас емес деп айтыңызшы». Кеудемді біреу қысып тұрғандай дем ала алмай қалдым. «Айнұр, сен не естіп үлгердің?» Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Бірнеше секундтан кейін ол ауыр күрсінді. «Анашым, маған қазір ғана Күләш тәтем жылады». Жүрегім зу ете түсті. «Не деді?» «Анаң мен Ермек екеуін бірге көріпті» дейді. «Қызым, тыңдашы». «Мен тыңдағым келеді. Бірақ ауылдың жартысы айтып жатыр қойс».
Мен қабырғаға сүйеніп отырып қалдым. 58 жыл бойы ешкімнің бетіме сөз келтірмеген еді. Бір ғана сағат, бір ғана қателік. Ал ауыл оны бір күнге жеткізбей өсекке айналдырып үлгерген. Қызым, мен ол үйге жай барған жоқпын. Онда не үшін бардыңыз? Мен үндемедім. Өйткені өзіңде нақты себебін білмейтінмін. Ермек негізгі әңгімесін айтып үлгермеген. Анашым, иә. Егер рас болмаса, ертең барып бәрін көзінше айтыңыз. Айтам. Телефон үзілді. Кешке қарай тағы бір қоңырау келді. Бұл жолы Күләш. Даусы бұрынғыдай емес, салқын. Апай, иә қарындасым. Бүгін үйге бардыңыз ба? Бардым. Ермек шақырды ма? Иә. Неге? Өзі маңызды мәселе бар деді. Қандай мәселе? Айтып үлгермеді. Телефонның ар жағынан күлгендей дыбыс шықты. Бірақ ол күлкі емес, кекесін еді. Бір сағатта айтуға үлгермеген мәселе ме? Жанымды біреу пышақпен тілгендей болды. Күләш, сен де маған сенбей тұрсың ба? Мен ештеңе демеймін. Онда неге бұлай сөйлеп тұрсың? Өйткені бүкіл ауыл айтып жатыр. Ол телефонды сөндіріп тастады. Сол түні көз іле алмадым. Таң ата бере есік қағылды. Сыртқа шықсам, көрші Гүлнәр апай, қолында сүт құйылған банка. Нә, жаңа сауылған сүт. Рахмет. Ол үйге кірмеді. Орнында тұрып қалды. Бірдеңе сұрайын деп едім. Мен бәрін түсіндім. Сұраңыз. Кеше расымен Ермектің үйінде болдым ба? Болдым. Жалғыз өзім екен? Иә. Әй, ол басын шайқады. Осы жаста елге сөз болмай-ақ қойсаңшы. Менің ашуым келді. Гүлнәр апай, не? Сіз мені қанша жылдан бері танисыз? 30 жылдан асады. Осы уақыт ішінде мен туралы бір жаман сөз естідіңіз бе? Ол үндемеді. Ендеше неге бірінші өсекке сеніп тұрсыз? Гүлнәр апай төмен қарады. Мен емес, ел айтып жатыр. Елдің бәрі көрді ме? Жоқ. Онда неге бәрі үкім шығарып қойды? Ол жауап бере алмады. Түске таман Ермек телефон соқты. Жеңгей, айта бер. Күләш үйден кетіп қалды. Не? Таңертең сөмкесін жинап, қызымызды үйіне кетіп қалды. Бәрін айттың ба? Айтуға мүмкіндік бермеді. Енді не істейміз? Бүгін кешке сізге келейін. Жоқ, мен бірден тоқтаттым. Менің үйіме келме. Бірақ ауыл тағы сөйлейді. Онда қайда кездесеміз? Еш қайда. Бірақ мәселе өте маңызды. Ермек, кеш айтуың керек еді. Ол ауыр дем алды. Кеш қалдық. Кешке ауыл дүкеніне нан алуға шықтым. Дүкенге кіргенде іште 4 әйел тұр екен. Мені көрген бойда бәрі үндемей қалды. Бір ғана күліп. Келіңіз. Сәлеметсіздер ме? Нанымды алып кассаға бардым. Дәл сол кезде артынан бір дауыс шықты. Кейбір адамдардың жасы ұлғайған сайын ақылы кірмейді екен. Бүкіл дүкен тып-тыныш болып қалды. Мен жай ғана артыма бұрылдым. Сөзді айтқан Бәтима. Ол маған тура қарап тұр. Не айтқыңыз келіп тұр? Өзіме керегі жоқ. Онда неге маған қарап айтып тұрсыз? Ауыл кішкентай ғой. Иә. Бәрін көреді. Мен сабыр сақтадым. Көрген адам шындықты да айтуы керек. Мен өз көзіммен көрдім. Нені көрдіңіз? Сендерді. Екі адамның бір үстелде отырғанын ғана көрдіңіз. Бәтима үндемей қалды. Мен сөзімді жалғадым. Ал қалғанын өзіңіз ойдан шығардыңыз. Дүкендегі адамдар бір-біріне қараса бастады. Бәтиманың жүзі қызарып кетті. Ол үндеместен сыртқа шығып кетті. Сол кеште алдадағы орындықта жалғыз отырғанында қақпа баяу ашылды. Ішке қара киім киген егде кісі кірді. Ол ауылдың ең сыйлы ақсақалдардың бірі, Сейіт аға еді. Ол маған жақындап келіп, жай ғана: "Қызым, Ермек маған бәрін айтып берді. Ертең осы әңгіменің шындығын бәріміз білеміз. Бірақ сен дайын бол. Ашылатын құпияны ешкім күткен жоқ." Осы сөзден кейін менің жүрегім тағы да дүрсілдеп қоя берді. Сол түні көзіме ұйқы ілінбеді. Сейіт ағайдың "ашылатын құпияны ешкім күткен жоқ" деген сөзі қайта-қайта ойыма орала берді. Ермек не жасырды? Неге мені шақырды? Неге дәл қазір? Таң ата бере аула сыпырып жүргенінде қақпа тағы қағылды. Бұл жолы Сейіт ағай жалғыз емес екен. Қасында Ермек тұр. Көзі ісіп кеткен. Түні бойы ұйықтамағаны көрініп тұр. "Кіріңдер", дедім. Үшеуміз үйге кірдік. Шай құйып бергенімен ешкім кесеге қол созбады.
Бөлме іші үнсіз. Ақыры Сейіт ағай сөз бастады. Қызым, кеше болған жағдай бүкіл ауылға тарап кетті. Енді үндемей отыра берсек, бәрі шығады. Мен Ермекке қарадым. Енді айт, не үшін шақырдың? Ермек ауыр күрсінді. Жеңгей, ең алдымен кешірім сұрайым. Кешірімді кейін сұрарсың. Алдымен шындықты айт. Ол басын изеді. Бір апта бұрын Алматыдан нотариус хабарласты. Нотариус? Иә. Не үшін? Бір кісінің артында қалған құжаттар табылыпты. Мен түсінбей қарадым. Оның маған қандай қатысы бар? Ермек сәл кідірді. Ол құжаттар сіздің марқұм күйеуіңіз Болат ағамен байланысты. Жүрегім дүрс ете қалды. Болатпен? Иә. Күйеуімнің аты аталған сайын жүрегім шымырлайтын. Ол 7 жыл бұрын дүниеден өткен. Содан бері ешқандай мәселе шықпаған еді. Қандай құжат? Ермек папканы ашып, сарғайған бірнеше қағазды алдыма қойды. Бірінші бетінде күйеуімнің қолы тұр. Қолтаңбасын бірден таныдым. Қолым дірілдеп кетті. Бұл Болаттың қолы. Иә. Бірақ мұны қайдан алдың? Нотариус жіберді. Мен қағаздарды ақын ақтара бастадым. Бір кезде ішінен ескі қара ақ сурет түсіп кетті. Суретте 4 адам тұр. Күйеуім Болат, Ермек, тағы 2 ер адам. Барлығы жас. Шамамен 30-дардағы кездері. Бұл қай кез? 30 жыл бұрын. Есімде жоқ. Себебі сіз ол кезде босануға кетіп едіңіз. Мен суретті қолыма алып ұзақ қарадым. Мұнда не бар? Ермек терең дем алды. Осы 4 адам бірігіп жер алған. Қандай жер? Ауыл сыртындағы ескі алма бағы. Мен таңырқап кеттім. Ол бақ әлдеқашан бос жатқан жоқ па? Солай деп бәріміз ойладық. Сонда биыл сол жерден үлкен тас жол өтетін болыпты. Мен үнсіз қалдым. Соған байланысты мемлекет өтемақы төлейді. Оның бізге қандай қатысы бар? Ермек көзінде тіке қарап. Құжат бойынша сол жердің 4/1 бөлігі әлі күнге дейін Болат ағаның атына тіркелген. Мен бір сәтке дем алмай қалдым. Не? Сондықтан нотариус мұрагерлерді іздеп жатыр. Балаларының да үлесі бар ма? Бар. Үй іші қайта үнсіздікке батты. Мен алғаш рет Ермектің не үшін шақырғанын түсіне бастадым. Сонда осыны айту үшін шақырдың ба? Иә. Неге Күләштің көзінше айтпадың? Ермек басын төмен түсірді. Айтқым келген. Онда неге айтпадың? Себебі ол тағы да кідіріп қалды. Не болды? Күләш соңғы кезде бәріне күмәнданатын болып кетті. Алдымен сізге құжаттарды көрсетіп, кейін бәріңіз бірге сөйлесейік дедің. Мен ренжіген күйі басымды шайқадым. Міне, сол шешімін бүкіл ауылды шулатты. Білемін. Бірден бәрімізді шақыруым керек еді. Қателестім. Дәл сол кезде сырттан көлік тоқтаған дыбысы шықты. Терезеге қарасақ, аулаға ақ түсті жеңіл көлік кіріп келді. Есіктен Күләш түсті. Артынан қызым Айнұр мен күйеу балам да кіріп келе жатты. Бәрінің жүзінен ашу байқалады. Күләш үйге кіре сала, үстелдегі құжаттарды да қарамастан. Енді қандай сылта ойлап таптыңдар? Деп қатты дауыстады. Бөлме ішіндегі ауа тіпті ауырлап кетті. Мен орнынан жайлап тұрып. Күләш, алдымен отырып тыңда. Бұл әңгіме сен ойлағандай емес. Бірақ ол тыңдауға дайын емес еді. Күләш есікті тарс жауып кірді. Ештеңе тыңдамаймын, деді ашуға булығып. Мен сендерді кешеде бірге көрдім. Бүгін де бірге отырсыңдар. Айнұр да анасына күдік пен реніш аралас көзқараспен қарап тұр. Ермек орнынан баяу көтерілді. Күләш, айқайламай отыршы. Мәселенің бәрін түсіндіремін. 7 күн бұрын түсіндірім керек еді. Кеше неге жалғыз шақырдың? Неге мен жоқта? Қателік жасадың. Қателік емес, опасыздық. Мен үнсіз тыңдап отырдым. Не десем де, қазір ешкім сенбейтінін түсіндім. Сейіт ағай қолын көтеріп. Болды, әркім кезекпен сөйлесін, деді. Бөлме сәл тыныштала қалды. Ермек үстелдегі папканы алып, Күләштің алдына қойды. Алдымен мынаны оқы. Күләш ашуға булығып қағаздарды қолына алды. Алғашқы бетке көз жүгірткенде қабағы түйілді. Екінші бетті оқығанда таңданысы байқалды. Үшінші бетке келгенде қолы дірілдеп кетті. Бұл Болат ағамның қолы ма? Иә. Ал мына жер, оның үлесі. Күләш үнсіз қалды. Сейіт ағай әңгімені жалғастырды. 30 жыл бұрын 4 азамат бірігіп жер алған. Кейін бәрі ұмытып кеткен. Енді мемлекет сол жерді сатып алып жатыр. Заң бойынша мұрагерлердің келісімі керек.
Айнұр әкесінің атын естігенде құжатты жұлып ала жаздап қарады. Сонда бізді нотариус іздеп жүрген рас па? Рас. Ал ананды шақырған себебі осы ма? Дәл сол. Үйде тағы үнсіздік орнады. Мен ішімнен енді бәрі түсінді деп ойладым. Бірақ бәрі олай болмай шықты. Күләш кенет құжатты үстелге лақтырып жіберді. Жоқ. Бәріміз жалт қарадық. Мен бәрібір сенбеймін. Ермек таңқап. Неге? Осы құжатты маған да көрсете алатын едің? Неге міндетті түрде мен жоқта шақырдың? Ермек жауап бере алмады. Оның үнсіздігі бәрін қиындатып жіберді. Сол сәтте сырттан тағы бір көлік келіп тоқтады. Қақпа ашылып, костюм киген екі ер адам кірді. Бірі өзін таныстырды. Сәлеметсіздер ме? Мен нотариус Қайрат Төлегенұлының көмекшісімін. Сіздердің мекен-жайларыңызды әрең таптық. Бөлме іші тып-тыныш болды. Ол үстелге қалың папка қойды. Болат Серікұлының мұрагерлері осында ма? Иә дедім. Онда бәріңіз қатысқандарыңыз дұрыс болды. Ол жаңа құжаттарды аша бастады. Мемлекет өтемақы ретінде жер үшін 48 миллион теңге бөлген. Айнұрдың қолындағы кесе жерге түсіп сынып кетті. Қанша? 48 миллион. Үйдегілер бір-біріне қарады. Нотариустың көмекшісі сөзін жалғастырды. Бірақ мәселе ақшада емес. Онда неде? Деді Сейіт ағай. Бұл жердің 4 иесінің біреуінің мұрагерлері әлі табылған жоқ. Егер олар табылмаса, рәсімдеу ұзаққа созылады. Мен таңырқап қалдым. Олар қайда кеткен? Іздеп жатырмыз. Осы кезде Ермек кенет орнынан тұрды. Мен білемін. Бәріміз оған қарадық. Ол адамның баласын мен көрдім. Қайда? Осы ауылда. Бөлмеде отырғандардың бәрі аң-таң болды. Кім? Ермек баяу ғана. Біз күнде амандасып жүрген адамның өзі сол отбасының баласы. Бірақ оның шын тегін ешкім білмейді. Осы сөзден кейін бөлме ішін тағы да ауыр үнсіздік басты. Ал менің ішімде бір ғана ой тұрды. Бұл оқиға енді ғана басталыпты. Ермектің ол адамның баласын мен білемін деген сөзінен кейін үйдің іші тып-тыныш болып қалды. Нотариустың көмекшісі де таңырқап қалды. Кімді айтып тұрсыз? Деді ол. Ермек бірден жауап бермеді. Орнынан тұрып, терезе алдына барып біраз үнсіз тұрды. Сосын артына бұрыл. Оны айтпас бұрын, 30 жыл бұрын не болғанын толық білуіңіз керек, деді. Сейіт ағай басын изеді. Айт. Енді жасыратын ештеңе қалған жоқ. Ермек терең тыныс алды. 1996 жылы Болат аға, мен, Талғат және Жомарт деген 4 дос ауыл сыртындағы алма бағын бірігіп сатып алдық. Барлығымыздың үлесіміз тең еді. Ол кезде бақтың еш құны жоқ болатын. Балаларымызға қалар деп алғанбыз. Мен күйеуімнің сол кездері жиі жиналысқа кететінін енді есіме түсірдім. 1 жылдан кейін Жомарт қалаға көшіп кетті. Байланыс үзілді. Ал Талғат жол апатынан қайтыс болды. Болат аға да өмірден өтті. Құжаттар сандықтың түбінде қалып қойған. Нотариустың көмекшісі қағаздарды ақтарып отырып. Дұрыс, біз архивтен осы мәліметтерді таптық, деді. Ермек сөзін жалғастырды. 1 ай бұрын жол құрылысы басталатынын естігенде архивті ақтардым. Сол кезде бәрі қайта ашылды. Бірақ бір мәселе шықты. Қандай мәселе? Дедім. Талғаттың жалғыз ұлы бар екенін білдім. Бірақ ол өз әкесінің кім болғанын білмей өскен. Қалай сонда? Талғат қайтыс болғанда баласы 2 жаста ғана еді. Анасы кейін басқа тұрмысқа шыққан. Бала өгей әкесінің тегін алып кеткен. Бәріміз үнсіз тыңдап отырдық. Сондықтан құжат бойынша мұрагер жоғалып кеткен адам болып есептеледі. Айнұр ойланып қалды. Сонда сіз күнде көріп жүрген адам дегеніңіз? Ермек жай ғана басын изеді. Иә. Ол кім? Ермек жауап бермек болғанда, тарс. Есіктің қоңырау соғылды. Нотариустың көмекшісі барып есікті ашты. Сыртта ауыл әкімнің орынбасары тұр екен. Кешіріңіздер, мазалағаныма. Ермек аға осында ма? Иә. Ол ішке кіріп. Ермек аға, сізді іздеп жүрміз. Ертең ауданнан комиссия келеді. Жер мәселесі бойынша барлық мұрагерлер қатысу керек, деді. Білем. Бірақ тағы бір жаңалық шықты. Қандай? Сол жердің кадастрлық бағасы қайта есептеліпті. Нотариустың көмекшісі таңырқап. Қайта есептелді ме? Иә. Сонда қанша болды? Әкімдік қызметкері қағазына қарап. Алдын ала есеп бойынша өтемақы 48 миллион емес, 63 миллион теңгеден асады. Үй іші гуете қалды. Күләш алғаш рет үндемей қалды. Айнұр маған қарап. Анашым,
Сонда әкемнің үлесі де сонша ақша ма? Мен ақырын ғана: бізге ақша емес, әкелерінің адал аты маңызды, дедім. Сейіт ағай риза болып басын изеді, бірақ дәл сол сәтте әкімдік қызметкері тағы бір қағазды шығарды. Дегенмен мәселе күрделеніп кетті. Неге? Бүгін таңертең әлдекім өзін Жомарттың жалғыз мұрагерімін деп таныстырып, аудан әкімдігіне өтінтіл жазып өткен. Ермек селк етіп: мүмкін емес. Неге мүмкін емес? Өйткені... Ол жұтынып қойды. Жомартты 3 жыл бұрын өз қолымен жерледім. Оның артында баласы да, әйелі де жоқ еді. Бөлмедегілер бір-біріне аңтарыла қарады. Ендеше әкімдікке барған адам кім? Және ол неге өзін мұрагерін деп таныстырды? Үй ішін үнсіздік басты. Ермектің Жомартты 3 жыл бұрын өз қолымен жерледім деген сөзі бәрімізді есеңгіретіп тастады. Әкімдік қызметкері де аңдаң. Сонда бүгін келген адам кім болды? Ермек басын шайқады. Білмеймін, бірақ ол Жомарттың мұрагері болуы мүмкін емес. Нотариустың көмекшісі дереу сөмкесінен құжаттарын алып шықты. Оның аты жөні жазылған ба? Әкімдік қызметкері қағазға қарап: иә, өзін Нұрлан Жомартұлы деп таныстырған. Ермек бірден: жоқ, Жомарттың ешқашан баласы болған емес. Сенімсіз бе? 100%. Келесі күні таңертең бәріміз аудан әкімдігіне бардық. Кең залда комиссия мүшелері, нотариус, жер бөлімінің мамандары отыр екен. Біз кіргеннен кейін аз уақыт өткенде есік ашылып, қара костюм киген 40-тар шамасындағы ер адам кірді. Ол өзін сенімді ұстап тұр. Сәлеметсіздер ме? Комиссия төрағасы: сіз Нұрлан Жомартұлысыз ба? Иә, Жомарт марқұмның ұлымын. Ермек орнынан атып тұрды. Өтірік. Зал іші гу ете қалды. Мен Жомартпен 30 жылдан астам араластым. Оның баласы болған емес. Нұрлан сабырлы күйінде папкасын ашты. Онда мына құжаттарға қараңыздар. Ол туу туралы куәлікпен бірнеше анықтаманы үстелге қойды. Комиссия мүшелері бірінен соң бірі қарай бастады. Нотариус қабағын түйді. Қызық. Не болды, дедім. Құжаттардың мөрлері күмәнді көрінеді. Ермек маған сыбырлы: мен айттым ғой. Комиссия төрағасы аудандық архивке телефон соқты. Жарты сағаттан кейін архивтің бас маманы өз келді. Ол барлық құжаттарды мұқият қарап шықты. Бір кезде көзілдірігін шешіп: бұл куәліктің нөмірі басқа адамға тиесілі екен. Залда отырғандар бірден шулап кетті. Сонда бұл құжат жалған. Нұрланның жүзі өзгеріп кетті. Жоқ, мүмкін емес. Архив қызметкері тағы бір қағазды көрсетті. Ал мына мөр 2008 жылғы үлгі. Ал құжат 1990 жылы берілген деп көрсетілген. Бұл техникалық жағынан мүмкін емес. Комиссия төрағасы қатқыл дауыспен: сіз жалған құжат тапсырғансыз. Нұрлан үнсіз қалды. Бірнеше минуттан кейін ол ауыр күрсінді. Жарайды. Шындықты айтыңыз, деді төраға. Нұрлан басын төмен салды. Мені осы іске басқа адам жұмсады. Ермек қабағын түйді. Кім? Ол маған ақша ұсынды. Қанша? 5 миллион теңге. Зал тағы да тынышталып қалды. Не үшін? Егер жердің мұрагері болып тіркелсем, кейін үлестің жартысын береміз, деді. Кім айтты? Нұрлан жан-жағына қарап қорыққандай болды. Айтсам, өзіме қиын болады. Комиссия төрағасы: бұл жерде бәрі заң бойынша жүреді. Атыңызды айтыңыз. Нұрлан көзіне жас алып: ауылдағы Бәтиманың күйеу баласы айтты. Мен орнымнан еріксіз тұрып кеттім. Не? Дәл сол Бәтима? Бүкіл ауылға өсек таратқан адам. Сөйтсек ол бәрін бекер істемепті. Өсек таратып біздің отбасының берекесін кетіріп жатқанда, күйеу баласы жерді иемденудің жолын іздеп жүрген екен. Сейіт ағай ауыр күрсінді. Демек өсектің де себебі болған екен. Ермек маған қарап: жеңгей, сізден 1000 рет кешірім сұраймын. Егер сол күні бәрімізді бірге шақырғанда, мұндай жағдай болмайтын еді. Мен үндемедім. Ішімдегі реніш әлі тарқамаған. Бірақ енді бір нәрсе анық еді. Біздің атымызға жабылған жала біртіндеп сейіліп келе жатқан. Алайда комиссия төрағасы соңғы сөзін айтты. Енді соңғы заңды мұрагерді табу ғана қалды. Сол адам табылмайынша бұл іс жабылмайды. Мен Ермекке қарадым. Ол ақырын ғана: мен оның қайда екенін енді білдім. Ертең өзім барып алып келем. Бөлмекегілердің бәрі оған бұрылып қарады. Ертең кім келеді? Бұл адам шынымен жоғалған мұрагер ме? Әлде тағы бір күтпеген шындық ашыла ма? Ешкім дұрыс ұйықтай алмады.
Ертең жоғалған мұрагер табылады деген үміт те, тағы бір қиындық шығып кете ме деген қорқыныш та бәріміздің көңілімізді мазалады. Таңғы 7-де Ермек үйдің алдына көлігімен келді. Жүріңіз жеңгей. Қайда барамыз? Соңғы мұрагерді алып келеміз. Екеуміз аудан орталығына қарай жолға шықтық. 1 сағаттай жүрген соң шағын наубайхананың алдына тоқтадық. Іштен 40-тар шамасындағы қарапайым жігіт шықты. Үстінде ұнға былғанған алжапқыш. Ермек күлімсіреп: Асқар. Жігіт аң-таң болып қарап қалды. Аға, сенімен маңызды әңгіме бар. Жол бойы Ермек оған бәрін баяндап берді. Асқар үнсіз тыңдап отырды. Менің әкем Талғат болғаны рас па? Иә, бірақ анам өмір бойы басқа адамды әкем деп айтты. Ол сені жамандықтан қорғақсы келген. Асқардың көзіне жас келді. Сонда мен өз әкемнің туған жеріне де барып көрмеппін. Мен оның қолын ұстап: ештеңе емес балам, әкең жақсы адам болған. Елдің бәрі сыйлайтын. Ол басын изеді. Түске қарай бәріміз нотариустың кеңсесіне жиналдық. Барлық құжат қайта тексерілді. Архивтен келген анықтамалар да жетті. ДНК қажет болмай-ақ, туу туралы ескі жазбалар мен куәгерлердің мәліметтері арқылы Асқардың Талғаттың жалғыз заңды мұрагер екені дәлелденді. Нотариус құжаттарға қол қойып болған соң, енді мұрагерлер толық анықталды. Заң бойынша рәсімдеуге еш кедергі жоқ деді. Ермек ауыр дем шығарып: ақыры бітті. 1 аптадан кейін ауыл клубында үлкен жиналыс өтті. Комиссия келген. Ауыл адамдары да жиналыпты. Бәтима да отыр. Кеше ғана өсек таратқан адамдардың бәрі сонда. Комиссия төрағасы болған оқиғаның бәрін баяндап шықты. Жалған мұрагердің құжат тапсырғанын, құжаттардың қолдан жасалғанын, өсек әдейі таратылғанын бәрін түгел айтты. Зал іші үнсіз қалды. Сосын төраға: ең бастысы, бұл іске қатысы бар деп кінә тағылған азаматша ешқандай заңсыз әрекет жасамаған. Оның аты толық ақталды, деді. Барлығының көзі маған алды. Бәтима орнынан баяу тұрды. Жаныма келді. Басын төмен түсіріп: кешір, мен көргенімді емес, ойлағанымды айтыппын. Үлкен қатерік жасаппын. Мен біраз үнсіз тұрдым. Сосын жай ғана: бір ауыз сөз кейде адамның бүкіл өмірін өзгертеді. Келесте біреуді кінәламас бұрын шындықты анықтап алғандырсыз, дедім. Ол көз жасын сүртіп басын изеді. Кешке қарай қызым Айнұр үйге келді. Қолында әкесінің суреті бар екен. Жаныма отырып: анашым? Иә қызым. Кешірімші. Не үшін? Сізге бірінші болып сенуім керек еді. Мен қызымды құшақтап алдым. Сен менің қызымсың. Ана мен бала арасында кешірім сұрайтын ештеңе болмайды. Ол жылап жіберді. 1 айдан кейін барлық құжат рәсімделді. Өтемақы заң бойынша 4 отбасыға тең бөлінді. Асқар өз үлесіне шағын наубайхана ашып, әкесінің атына қайырымдылық жасап жүрді. Айнұр балаларын жиі ертіп келетін болды. Күләш пен Ермек те бұрынғыдай татуласты. Ал мен үйімнің алдындағы баяғы орындықта шайынды ішіп отырдым. Сол күні телефон шырылдады. Бейтаныс нөмір. Алло, сәлеметсіз бе? Бұл Болат ағамыздың отбасы ма? Иә. Мен кезінде онымен бірге жұмыс істеген әріптесімін. Сіздерге табыстайтын бір аманатым бар еді. Мен жымиып қойдым. Өмір маған бір нәрсені анық үйретті. 1 сағаттың өзі адамның тағдырын өзгертуі мүмкін. Бірақ ақиқат кешіксе де міндетті түрде жеңеді.